Квадраттық теңдеулерді қалай шешеміз? Ең алдымен квадраттық теңдеу дегеніміз бұл мынадай түрде жазылатын теңдеу. Ax квадрат қосылған bx қосылған c тең болады 0. Мұндағы a 0-ге тең емес кез келген сан. Мысалы 2x квадрат қосылған 3x минус 5 тең болады 0. Бұл квадраттық теңдеу. Ал бұны шешу үшін дискриминант формуласын қолданамыз. Ол d тең болады b квадрат азайтылған 4a көбейтілген c деп жазылады. Әрі қарай x-тің екі түрлі коэффициентін табуға болады. Ең алдымен x1, яғни бірінші коэффициент. Ол минус b қосылған түбір асты d бөлінген 2a-ға тең болады. Екінші коэффициентте де дәл солай, бірақ түбір асты d-ның алдында минус таңбасы болады. Мысалыға x квадрат азайтылған 6x қосу 5. Бұндағы a-мыз 1-ге, b-мыз минус 6-ға, 6-мыз 5-ке тең болады. Ал дискриминант тапқан кезде минус 6-ның квадратынан 4 еселенген 1 және 5-тің көбейтіндісін азайтамыз. Сол кезде 36 минус 20 тең 16 шығады. Ол 4-тің квадраты. Яғни x1 бірінші коэффициентіміз 6 қосу 4 бөлінген 2 тең болады 5. Ал екінші коэффициентіміз бұл 6 азайтылған 4 бөлінген 2 тең болады 1. Ескерту. Егер де есептеу барысында дискриминант 0 екені анықталса, онда тек бір шешім болады, және ол минус b бөлінген 2a. Ал егер дискриминант 0-ден кіші болса, онда ешқандай шешім болмайды. Келесі видеода күрделірек мысалдармен жұмыс жасаймыз.